Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Дамумет. Бүгін біз жалпы фармакология бойынша рецепт жазуды үйренетін боламыз. Жалпы рецепт дегеніміз не? Рецепт ол дәрігердің фармацевтке жазған нұсқаулық қағазы. Рецепті біз заңды құжат дейміз. Неліктен? Себебі кейбір дәрілік заттар рецептсіз дәріханадан ала алмайсыз. Мысалы, антибиотиктерді айтуға болады. Жалпы рецепттің өзіндік жазылу тәртібі бар, яғни ол 9 пункттен тұрады. Ең бірінші, емдеу мекемесінің аты жазылады. Екінші, күн жазылады, яғни рецепті жазған күн. Үшінші, пациенттің аты жөні жазылады. Төртінші, пациенттің жасы. Бесінші, дәрігердің аты жөні. Алтыншы, тағайындалатын дәрі-дәрмектің аты, мөлшері жазылады. Жетінші, фармацевтке ұсынылатын нұсқаулық. Сегізінші, пациентке ұсынылатын нұсқаулық, немесе оны сигнатура дейміз. Және 9-шы, ол дәрігердің қолы және мөрі қойылады. Осы айтылған 9 пункттың ішінде бізге ең қажетті болатындығы 6-шы, 7-шы және 8-шы пункт. Біз рецепт жазуды үйрену үшін кез келген дәрілік форманың латынша аудармасын білуіміз маңызды. Дәл қазір сіздерге ең жиі қолданылатын дәрілік форманың латынша аудармасын ұсынғалы жатырмын. Таблетка латын тілінде табулет деп болады. Ал драже болып өзі қалады. Порошок, ұнтақ, пульвис, капсула, капсуле, мазь, жақпамай, унгуентум, раствор, сұйықтық, солюция, свечи, балауыз, суппозиториум, тұнба, настойка, тинктуре, трава, шөп, херба. Достар, осы видеоны тоқтатып, терминдерді өзіңізге жазып алсаңыз болады. Келесі мына сөзге мән беретін болсақ, мысалы, таблетка сөзінің аудармасы табулетте болып аударылды, бірақ біз оны рецепт жазған кезде табулетте деп жазбаймыз, себебі олардың жалғауы, яғни окончаниесі өзгеріп отырады. Мысалы, табулетте деген сөздегі жалғауы бізде винительный падежде табулет тас болып өзгереді. Яғни винительный падеж дегеніміз табыс септігін, нені? Таблетканы. Сол кезде табулет тас деген жалғауын жалғайды екенбіз. Одан кейін кейбір терминдерді рецепт жазғанда творительный падежға қоямыз, сол кезде табулет тис болып өзгереді. Яғни бұл жалғауларды қазір рецепт жазған кезде толығымен көрсететін боламын, және сол кезде бәрі түсінікті болады. Рецепт жазуды үйрену үшін мынандай ситуациялық жағдайды келтірсек. Мысалы, сіздің алдыңызға пациент келді, және ол кісінің тісі ауырып тұр делік. Енді ауырсынуды басу үшін сіз қандай да бір аналгетик тағайындауыңыз керек. Мысал ретінде аналгинді алайық. Аналгинді тағайындау үшін және пациент дәріханадан сатып алу үшін сізге әрине рецепт жазу керек. Рецепті қалай жазасыз? Сол сұраққа жауап беріп өтсеңіз. Рецепті жазып үйрену үшін бізге мына терминдерді білу қажет. Кез келген дәрілік затқа жазылатын рецепе деген сөзден басталады. Рецепе латын тілінен аударғанда возьми, ал деген мағынаны білдіреді. Яғни аналгин таблеткасын ал деген сөз. Рецепеден кейін бізде қос нүкте қойылады, және жазылатын сөз міндетті түрде бас әріппен жазылады. Ал рецепенің астына біз ешқандай сөз жазбаймыз. Келесі аналгин таблеткасы, яғни табулеттас аналгини. Мән берсек, бізде таблетка сөзі латын тілінде табулетте болған болатын. Ал бұл жерде біз жалғауының орнына жалғауын қойдық. Яғни нені ал? Таблетканы ал. Яғни бұл жерде жалғауы табыс септігінде немесе винительный падежде қойылады. Келесі дәрілік зат аналгин. Біз оны аналгини деп өзгерттік родительный падеждан. Және дәрілік заттан кейін оның дозасы жазылады, мысалы 0,5 мг. Екінші пункт фармацевтке жазылатын нұсқаулық. Біз бұл жерде аналгиннің 10 санындағы дозасын бер деген сөз. Яғни да выдай бер, далис дозис, с такой дозы, яғни осындай дозадан. Числом 10, номері 10, яғни 10 санындағы дәрілік дозаны бер деген мағынада. Бұл бізде фармацевтке жазылатын нұсқаулық. Енді келесі үшінші пункт, ол сигна, немесе оны сигнатура дейміз. Бұл жерде біз пациентке нұсқаулық жазамыз. Яғни сигнадан кейін бізде қос нүкте қойылады, және одан кейін жазылатын сөйлем пациентке түсінікті тілде жазылады. Яғни күніне бір таблеткадан ішке ауырсынуды басу үшін
қолданасыз. Енді осы жазылған рецепті басқаша жазып көрсек, яғни бұл жолы таблеттас емес, таблеттис сөзін қолданып көрейік. Енді екеуі де бір сөз ғой, таблетка деген сөз, дегенмен олардың жалғауында, мінекей таблеттас және заменительный падеж және творительный падеж. Творительный падежді қолданамыз біз екінші пунктта. Яғни бұл кезде таблетка сөзі аналгиннің алдынан жазылмайды. Ол бізде даталис, тозис номері 10-нан кейін барып жазылады, яғни ин таблеттис болады. Мінекей осы айырмашылықтарды біліп қарап алсақ. Енді кейбір жағдайда, мысалы, кейбір дәрілік препараттар жақшаның ішіне жазылады. Ол қандай заттар десе, ол бізде комбинированный заттар. Яғни 2-3 дәрілік зат қосылып жасалынған препаратты біз жақшаның ішіне алып жазамыз. Енді бұл жағдайда бізде аналогин комбинированный емес, сондықтан оған жақша қоймаймыз. Енді келесі бір дәрілік форманың түрі, ол бізде драже. Жалпы драже дегеніміз не? Ол сырты қантпен қапталған дәрілік форма болып табылады. Оны көбінесе балалар жақсы көреді, өйткені сырты қант болғандықтан кәмпит ретінде көреді, балалар жақсы қабылдайды. Мысал ретінде оған аскорбиновая кислота, мысалы витамин С-ны айтып өтсек болады. Енді драженің рецепте жазылуы қалай? Драже бізде таблетка тәрізді оған ешқандай жалғанбайды, драже болып қалады. Яғни бұл жерде мысалы рецепте драже ибупрофен, яғни ибупрофен дражесіне рецепт жазылған. Одан кейін жаңа айтып өткен ережелер бойынша рецептің астына еш нәрсе жазбаймыз. Одан кейін фармацевтке ұсынылатын нұсқаулық жазылады және сигнатура. Келесі біз жақпамай, маз немесе унгуентум рецепте қалай жазылады, соған тоқталып өтсек. Жалпы кез келген рецепті сөзден бастаймыз. Рецепі возьми, ал деген мағынада. Одан кейін қос нүкте қойылады және келесі дәрілік форма унгуенти, яғни маз деген. Бұл жерде қарап тұрсақ, бізде жалғау өзгерді, родительный падеждан. Одан кейін кам сөзі қойылады. Кам дегеніміз бұл орыстардың с деген предлогы. Енді мына жерде түсінікті болу үшін үстіне жазып қойдым. Бірақ сіздер жазғанда унгуенти, кам және қасына сыйып кетсе, мына жерде дәрілік форма қасына жазасыздар. Ацикловирин. Егер сыймайтын осындай жағдайлар болатын болса, ешқашанда рецептің астына жазып жүрмеңіздер, бұл үлкен қателік болады. Ацикловирин, яғни маз ацикловирин деген сөз. Қазақша аударатын болсақ, бізде с деген предлогтың қазақша аудармасы жоқ, сондықтан ацикловир қосылған маз деп түсінсек болады. Енді достар, кез келген маз жақпамай, ол таза құрылым емес, ол қандай да бір затпен қосылып жасалынады. Мысалы, көптеген дәрілік заттар вазелинмен қосылып жасалынады, сондықтан олардың проценті болады. Яғни, бұл бізде 5% екендігін көрсетіп тұр. Ацикловир 5%, қандай да бір жаңағы вазелин дейік, мысалы, вазелинмен қосылып жасалынды, сондықтан біз процентін бірінші жазып қоямыз. Одан кейін барып грамм жазылады. Осыны есте сақтасаңыздар, 5%, 5 грамм және олардың арасында сызықша қойылады екен. Одан кейін келесі фармацевтте жазылатын нұсқаулық, яғни да, бойдай, бер деген сөз. Одан кейін келесі сигнатура, яғни сигна пациентке жазамыз, өз тіліне түсінікті болу үшін зақымдалған аймаққа күніне 2 рет жағу керек. Енді келесі сұйық дәрілік затқа рецепт жазып көрейік. Мысалы, раствор сұйықтық, латынша солюция болады. Егер де біз 1%-тік 180 мл натрий бромидіне рецепт жазатын болсақ, әуелі рецепті сөзден бастаймыз, одан кейін қос нүкте қойылады, және бас әріппен сұйықтық деген солюционис болады. Яғни бұл жерде көріп тұрғандай солюция деген сөзден кейін низ деген бізде жалғанып тұр. Және келесі дәрілік заттың аты натрий бромиди жазылады. Және натрий бромидінің проценті әрқашанда бірінші жазылады. Мысалы, жұмсақ дәрілік зат жаңа айтып өттік қой, біз жақпамайды жазған кезде тоже проценттің бірінші жазған болатынбыз. Бұл жерде де дәл солай 1%, одан кейін миллилитр немесе грамм жазылады. Енді бізде данный момент бұл сұйықтық зат, сондықтан миллилитрді жазамыз. Және олардың арасында сызықша қойылады. Осы ережені мұқият сақтап алсаңыздар. Одан кейін фармацевтке берілетін нұсқаулық да, яғни выдай, бер деген сөз, және сигнатура, яғни пациентке
Мысалы күніне 2 рет көк тамырға деп нұсқаулықты жазып қойсаңыз болады.